Мерей. Дайынсыз ғой, Мерей? Бірден шақырайық, иә? Мерейдің осы маусымдағы соңғы үміткері студияда, келіңіз. Қош келдіңіз? Қош көрдік. Қош көрдік. Қош көрдік. Есіміңіз? Есімім Рашид болады. Рашид. Жасыңыз? Жасым 25-те. 25-те, тамаша. Қай жақтансыз? Оңтүстік Қазақстан облысы, Шардара. Шардарейро. Ал неге Мерей деген сұрақ? Неге Мерей емес? Сұраққа сұрақ. Мерей? Бәрібірде енді неге мен? Жоқ, бірінші очередь қош келдіңіз. Қош көрдік. Рашид мырза, қош келдіңіз. Мен тыңдап келгеніңізге өте көп рахмет. Неге мен? Неге Мерей? Неге сіз емес? Неге сіз емес? Ал, не? Қош келдіңіз енді. Жалпы Шардарада тұрасыз ба, Алматыда ма? Шардарада тұрам. Немен айналысасыз? Осы жақта жұмыс жасаймын. Аха. Мен бір сұрақ қойсам бола ма? Болады. Ұлтыңыз қазақ па? Қазақ. Баяғыда қазақтар шаш сары, көз көк болған ғой, содан қалып кеткен деп ойлаймын. Көбісі негізі сондай сұрақ қояды. Осы жерде Алматы қаласында жұмыс істеймін дедіңіз, иә? Иә, жұмыс жасаймын. Онда олай қалай Шардарада тұрасыз деген ой или? Жоқ, негізі отбасым сол жақта ғой. Әлі де? Түсіндім. Иә, бірақ осы жақта жұмыс жасаймын. Қанша ағайындысыздар? 5 ағайынды. Үйдің сіз? Екіншісі, тамаша. Алматы қаласында неше уақыт тұрасыз? 1,5 жылдай болды жұмыс істеп жүргеніме. Қай салада? Кондитерлік. Тәтті торт. Иә. Керемет. Екіншімін дедіңіз, иә? Сізден ерген тағы 3 ініңіз ба, қарындасыңыз ба бар? 3 қарындасым бар. Ұлдардан кішісі Мерей, мен сізді қуантайын. Иә. Енді жалпы келешекте осы Алматыда қалатын ойыңыз бар ма, немесе Шардарада? Бар, Алла қаласа осы жақта қалуға. И ата-анаңызды осы жерге көшіріліп келуге, иә? Бұйырса. Дұрыс. Жалпы мамандығыңыз кондитерлік па? Осы кондитерлік салада? Жоқ, басқа мамандықта оқығам, бірақ сондай жағдай болып қалды кондитерлік саласына түскенге. Бойыңыз неше? Бойым 1,74. Отбасым көмектессе? Отбасы, енді маусым соңына қарай отбасымыз ғой, енді әрине. Асеке, үйдің үлкені сөйлесін. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Қош келдіңіз. Руыңыз қандай? Қыпшақ. Жоқ, 3 қарындасым бар дедіңіз да, сіз Шардаранка болсаңыз, міндетті түрде Шардарада тұрасыз ғой, значит. Иә. Иә? Мерей Шардарада тұрады. Санжар? Енді қош келіп жатсыз. Енді алдыңғы эфирларды байқайтын болсаңыз, Мерей енді білесіз үміткермен қалай жүреді, оған кәдімгідей шыдамды, сабырыңыз жетеді ма деген сұрақ. Өйткені осы бір отырған кезде бір жақсы нәрселерді көбінесе ести бермейміз да, басында енді 1-2 нәрсені естиміз, ары қарай анау ұнамайды, мынау ұнамайды деп ызыңдай береді, айта береді бір нәрсені ше. Каждый раз шыққан сайын сол нәрсені айтады. Соның қаншалық сіз дайынсыз? Оны келесі аптада көресіз, Санжар мырза. Сен үміткерсің ба? Жоқ, просто... Енді үміткерге сұрақ қой, бұл Мерей кішкене сабырлы бол, иә? Бәрін ішуге ұмытып кеттің ғой деймін, иә? Сізге сұрақ негізі. Толықтай дайынмын. Сіз сұрақ қойғанша бізде жарнама да болды. Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Шымылдық ашасыз ба? Рашид мырзаны көресіз бе? Диана ашайық. Ал ашылсын. I love you baby. Бұл маусымда соңғы рет. I love you baby. Жанымды тербеші, I need you baby. Қасымнан кетпеші, I love you baby.
Sözümü çeksenşi I love you baby Bağımsın verilgen I need you baby Kolsuzluk benimle I love you baby Let me love you baby Шымылдық ашылды, мінекей. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалай, әсер? Я шынымен де басқа бір ұлт өкіліне ұқсайды екенсіз. Ақтөре байқамайсыз. Сұрақ қойсам болады ғой, Диана ханым? Сұрақ қойсам болады ғой, Диана ханым? Арақатынасты сұрамаппын ғой сізде, тойға жететіндей бір серьезный арақатынас болды ма? Иә, болды. Қанша уақыт өтті содан кейін, айырылысқандарыңыздан кейін? Жарты жылдай өтті. Жылдар өтті, иә? Және айта кететін бір дүние, Рашид мырза, сізге гүл шоқтарын жіберген Рәкөш мырза. Балапан, ботақан, қошақан деген кісі ғой осы. Және осы орайда белгі бізде мөлдірде. Мөлдір дейді. Ал көрейік. Өсектеме мені дейді. Және тағы бір белгі бекзатта болу керек. Кекетпеңдер дейді. Және сіз негізі Қосайық жобасының тұрақты көрерменісіз бе? Иә, көріп тұрам. Осы маусымда кім қаншайым болды білесіз бе? Гүлназым. Ал өткен маусымда кім қаншайым болды білесіз бе? Зухра. Онда сол екі бір аруды ортаға шақырайық, е? Ал сіздер мына жаққа келіп тамашаласаңыздар болады. Қыздар келіңіздер, қаншайымдар, мистар. Сіз Мерейдің жанына жайғасыңыз. Екі қаншайым тамаша әнді орындайды. Әннің аты қыздар? Қыздарға әсемдік жарасады деп. Қыздарға әсемдік жарасады. Барша аруға арнамыз келеді. Иә, аруларға арналады. Осы жердегі бізді көріп отырған барша қыздардың құрметіне алып кеттік. Керемет қыздар, көп рахмет, әдемі орындау, тамаша мағыналы ән. Мерей, келесі сұрақ өзіңізге, таныстық жалғасады, иә? Рашид мырза, бүгін кешке әдемі кездесу, қымбатты көрермен, қымбатты Қосылайық жобасы, Еуразия бірінші арнасының тұрақты көрермендері. Күні ертең Қосылайық жобасының 3-ші маусымы өз мәресіне жетеді. Яғни, маусымның соңғы эфирін ертең 4 сағат тікелей эфирде біз өткізетін боламыз. Және бұл жай ғана шығарылым емес, бір ай бойы біз Қосылайық премиясын дауысқа салған едік. Ол жерде әділ бағаны, тек қана дұрыс шешімді жасаған өздеріңіз, сондықтан ертең бірнеше номинациядағы жеңімпаздарды жариялаймыз. Ескі қатысушылар студияға шақырамыз, тамаша тосын сыйлар, өте керемет жаңалықтар барлығы. Ертең Еуразия бірінші арнасында Қосылайық жобасының 3-ші маусымдағы соңғы эфирін жіберіп алмаңыздар, барлықтарыңызды күтеміз. Ертеңге дейін күн жақсы, сау болыңыздар.